бір-екі пациенттерін көріп, сол кезде қатты қызығушылық оянған. Жаңағы экстренный келген пациенттерге, ол кезде әлі келген есімде острый гайморитпен бір қыз түскен болатын, гнойный гайморит. Сол кезде пункция жасады. Пункция прокол дейді, немесе жаңағы жоғарғы мұрын қуысын, гайморовый қуысын тесу. Сол проколды жасаған кезде маған өте қатты қызық болды сол процедура 6-шы курс кезінде. Одан кейін мен сол кезден бастап кішкене лор кітаптарын оқи бастадым. Бірінші рет оқыған кітабым сол 6-шы курста мен кәдімгідей тереңдетіп оқыған Пальчун деген кітап, автор Пальчун. Соны бірінші рет оқығам, сол кезде маған қызық болды. Соның операцияларын түсіндім, содан кейін бастап менде қызығушылық қатты оянды. 6-шы курстан бастап. 6-шы курстан бастап. Жалпы лор мамандығын таңдадыңыз, одан кейін сіз қалай дайындалдыңыз оған мысалы? Лор мамандығына таңдау біздің кезімізде былай болды да, ол кезде Елжан Біртанов, денсаулық сақтау министрі, біз оқуды тамамдайтын кезде бізге былайша айтқан кезде ультиматум қойылды. Сіздер ешқандай резидентураға түсе алмайсыздар, барлығыңыз